Сәлем, сіздермен бірге тағы да мен Хан Алтынай. Осы аптаны қорытындылайтын кез келді. Кеттік. Осы жер переход саласың ғой, я? Алдындағыдай ма? Фыцка дейді. Оны тізе шығып кеткен, басқаны тап шеш. Давай. Осы жұманың айтулы күні 12 тамыз халықаралық жастар күні болып бекітілген болатын. Осы орайда мен барша замандастарымды, достарымды, былайша айтқанда барша Қазақстанның жастарын шын жүректен құттықтаймын. Осыған орай біз сіздерді еліміздің түкпір-түкпірінде арнайы осы жастар күніне жасалған іс-шаралармен таныстырмақпыз. Let's go! Оңтүстік астанамыз Алматы қаласының жастары 12 тамыз күні халықаралық жастар күніне орай қоғамға пайдасы тиер бір қатар іс-шаралар өткізді. Плогинг. Жүгіру мен тазалықты ұштастыру арқылы экологияға қамқорлық танытудың бір түрі. Әуезов ауданының жастары акция барысында бір қап жинаған белсенділерге кітаптар сыйға таратылды. Ал Алатау ауданының белсенді жастары көкжайлау шыңын бағындырса, Жетісу ауданы халықаралық жастар күніне орай аудан жастарына ашық аспан астында жазғы демалыс атты кино көрсеткен болатын. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында жастар өзекті мәселе сараптамалық алаңының кезекті отырысы өткізілген болатын. Шара барысында спикерлер жастар мәселелерін жан-жақты зерделеп, сараптамалық материалдармен бөлісті. Шараға республикамыздың ұйым басшылары, жастары онлайн форматта қатысып, толғандырып жүрген сұрақтарына жауабын ала алды. Ақтөбе қаласы еріктілері таза қала, таза жағалау атты Қарғалы өзені жағалауын тазалау экологиялық акциясын өткізді. Шырайлы Шымкент қаласы жастар ресурстық орталығы Zoom видео байланыс ақпараттық жүйесі арқылы жұмысшы жастар қуатты Қазақстан атты жұмысшы жастар форумын өткізген болатын. Кейіннен Шымкент қалалық опера және балет театрының солисті жас әнші Маржан Ержанқызының қатысуымен жас стар онлайн концерт өткізілді. Ертүріктің бесігі Қазақстанның Венециясы Түркістан қаласы жастарға арналған жастар пати музыкалық ән кешін өткізген болатын. Кеш Түркістанда жаңадан ашылған Жібек жолы саябағында ашық аспан астында өтті. Еліміздегі пандемия кезеңіне сәйкес сақтық шаралар қатаң сақтала отырып, кештің соңы жастар биімен аяқталды. Қайырлы кеш ақжайық жастары, сіздерді халықаралық жастар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы күнге орай ашық аспан астындағы кино кешіндеміз, және де осы өнер жастарынан кішігірім сұхбат алатын боламыз. Ендеше кеттік. Дәл қазір менің жанымда осы шарамыздың бас ұйымдастырушыларының бірі Назерке Дидарқызы. Осы өткізіліп жатқан шара туралы кішігірім мағлұмат айтып кетсеңіз. Әрине, алдымен қайырлы күн. Бұл шара, аталмыш шара бірінші рет ұйымдастырылып жатқан жоқ, ол жыл сайын өткізілуде. Дәл бүгін автоцон тұрағында өткізіліп жатыр. Бұл ашық аспан астындағы кинотеатрдың жалпы мақсаты ол қала тұрғындарының демалу жаңа алаңын қалыптастыру болып табылады. Яғни қазір пандемия кезінде көп тұрғындар кинотеатр секілді қызықтан құр қалып жатыр. Дәл осы қызықты біз жаңа форматта осылай қала тұрғындарына ұсынып жатырмыз. Қандай күн білесіз бе? Бүгін халықаралық жастар күні. Осы халықаралық жастар күніне бір жастарымызға кішігірім тілектеріңізді айтып кетсеңіз. Енді қазіргі елдің болашағы деп айтуға болады, жастар екенін бәріміз білеміз ғой. Сондықтан жастарға айтатын, еңбегіңдер, жұмыс жасаңдар, еңбек етіңдер, елге қызмет етіңдер. Жастарға басты тілегенде салауатты өмір салтын ұстансын дейміз. Ата-анасын қамқорлап, ең бастысы. Ауырмаңдар, екпе алыңдар, және де карантин деп қайғыра бермеңдер, жұмыс жасап жүріңдер. Үйде жатпаңдар. Ақтөбеден келдім. Қонаққа осы. Қазір отандық фильмға көрсетіп келіп жатырғанымыз, соған көзқарасыңыз қалай вообще? Өте жақсы, осылай көп түсірсе екен деп ойлаймын вообще. Отандық фильмдер енді қазіргі уақытта жақсы даму үстінде деп айтуға болады, себебі Нұрлан Қоянбаевтың фильмдері немесе басқа да қазақ фильмдері қазір ерекше сұранысқа ие, бұрынғыдан бөлек деп айтуға болады. Әрине уақыт өте келе жақсы бір жаңа фильмдер шығып осындай, әсіресе жастар бағытында өмірлік кішкене мәніне, осы өмірге байланысты жақсы кинолар шығып жатыр. Әрі дами береді деген ойдамын. Көзқарасым жақсы жалпы. Рахмет сізге көп. Осымен біздің кішігірім сауалнамыз өз мәресіне жетті. Сіздерге көп рахмет. Аман сау болыңыздар.
Өткен апта осындай керемет іс-шаралармен өткен болатын. Достар, еліміздің болашағы жолында әрдайым заман ағымынан қалмай өркендей берейік, дамый берейік. Сіздермен болған мен Хан Алтынай және де Жастар Инфо. Келесі кездескенше. Қош!